Сәлем. Сәлем. Мынаны сен түсіріп алмадың ба? Шыға берісте. Қалай айтсам, тауып алған соң әкеліп бергім келді. Білмеймін, мүмкін. Үстелге қоя салсаң болады. Иә, әрине. Жарайды. Ей, негізі айтқым келгені бұл емес еді. Біз айтарлықтай жақсы дос болған жағдайда арамызда достықтан әрі бір нәрсе болуы мүмкін бе? Мүмкін емес секілді. Солай ма? Ешкім де олай жасамайтын еді. Иә. Жарайды, біз дос емеспіз делік. Қазіргідей, енді ғана танысқан жағдайда ше? Жоқ. Түсіндім, жолыңды бөгемейін. Ал егерде мен лотереядан 1 миллион доллар ұтып алған жағдайда ше? Елестет, менде миллион ақш доллары. Менде су жаңа Феррари болса. Мен бұл қаржымды өзге сұлуға емес, тек саған жұмсайтынды біле тұра. Менімен кездеспейтін бедің? Негізі байлығын қызықтырмайды мені. Мен алтын сүйер қыз емеспін. Қаласам өзім мақұл. Мен оны айтқым келген жоқ еді. Айтқым келгені, мысалы жаздың жайма шуақ күнінде сен жұмысқа бара жаттың делік. Көк майса шөп, күн күлімдеп тұр, бәрі керемет. Саябақта екеумізден басқа ешкім жоқ. Бір кезде тұтқиылдан қарабет перде киген екі жігіт саған тап берді. Ал сен не істеріңді білмей тұрып қалдың. Олар сенің әмияныңды тартып алмақшы. Кенеттен мен қарап тұрып қаһарманға айналсам ше? Алайда мен 8 жыл боксқа қатысқаным бар. Байқадым. Өз-өзіңді қорғай алады екенсің. Сен менің мына өнерімнен хабарсызсың ғой. Бізді түнгі клубта деп елестет. Келістік. Әуенді сезіп тұрсың ба? Шынымен де музыканы сезіп тұрсың ба? Біз ақырын бір-бірімізге жақындаймыз. Иә. Содан соң сенімен билеуге ұсыныс жасаймын. Билейсің бе? Онда мен жай ғана жоқ рахмет дейтін едім. Мүмкін билейміз. О, әрине. Жарайды, жанымызда ешкім жоқ деп ойла. Онда мен жалғыз өзім-ақ билей беретін едім. Екеуміз жалпақ жаһандағы соңғы қалған екі адамбыз десекші? Менімен барар ма едің? Қалжыңың ба? Өзім-ақ тірі қалудың амалын жасар едім. Ал егер менде аман қалудың сан түрлі жолының қарастырылғанын ескерсекші? Онда аштан өлерем. Егер сен өлмейтін қасиетің бар болып, жалғыз өлу амалы тек менімен бірге болуың болса? Не істер едің? Айтшы. Жарайды. Мен сенімен кездесуге барамын. Болды ма? Егер қаласаң екеуміз бірге суши жеуге барар едік. Романтикалық керемет кеш өткізер едік. Мені ойыншық Ферраріңмен алып кетіп. Жоқ. Мен тек өз кеңсемде ішім пысып кеткендіктен саған сұрақ қойғым келген. Одан бөлек, сен менің қалауымдағы қыз емессің. Тоқташы, егерде мен сенің қалауыңдағы қыз болған жағдайдашы. Оған тым кеш секілді, себебі видео аяқталып қалды. Ал егер бұл видеоны бітпеді деп есептесек, менімен кездесер ме едің? Таңғы бас. Парақшаға тіркел.